Енді өт жолдары ауруларын емдеудің екінші бөлімі. Бұл кезде әртүрлі дәрілік препараттар туралы айтатын боламыз. Бірінші ол урсодизоксихоль қышқылы. Бұл қалыптыда өт қабында бар өттің құрамындағы өт қышқылы болып табылады. Оларға урсасан, урсодиз, урсофалик және басқа да көптеген препараттар жатады. Олардың барлығының құрамы осы бір урсодизоксихоль қышқылы. Олардың негізгі қызметі ол майларды эмульгациялайды, холестерин синтезін азайтады және өт ағуын жақсартады, бауырды қорғайды. Бірақ бұл препараттарды қолданбас бұрын бірінші жаңағы өт жолдарын үзеге түсіріп барып, ол жерде тастар жоқ па, соған байланысты ғана қолдану қажет. Бұл топтың препараттарының жағымсыз әсері диарея болуы мүмкін және бұл дәрілерді тек түнгі уақытта ұйықтардың алдында қабылдайды. Екінші топ препараттар спазмолитиктер, яғни спазмды басады, яғни қатты жиырылу ауырсыны болса, бұл холецистит өршіген кезде және колика кезінде қолданылады. Оларға платифилин, ношпа, папаверин, мебиверин жатады. Үшінші топ ол холециститтің және өт жолдары ауруларының себебі егер бактериялық болатын болса, соған байланысты антибактериалдық терапия қолданылады. Антибиотиктермен 7-10 күн ем жасалынады. Олар ампицилин, оксацилин, ампиокс, линкомицин, пенициллин, тетрациклин, цефалоспориндер сияқты әртүрлі антибиотиктер болып табылады. Ал екінші, егер осы паразиттер кездесетін болса, лямблиоз, апистархоз болатын болса, паразиттерге қарсы ем жүргізіледі. Лямблиозға қарсы фуразолидон, трихопол, аминохинолон қолданылады. Ал странгелоидоз, трихоцефалоз сияқты болса, паразиттер болса, оларға вермокс таблеткалары қолданылады. Жүрек айну құсу болатын болса, құсуға қарсы цирукал, матилим сияқты препараттар қолданылады. Одан кейін егер іш қату болатын болса, бірінші өт шығару жолдарынан өттің ағуын қамтамасыз етіп, соны қалыпқа келтіріп аламыз. Содан кейін іш қатуға іш жүргізетін дәрілерді қолданамыз. Одан кейін егер іш өту болатын болса, әртүрлі лопирамид, смекта сияқты іш өтуіне қарсы препараттар. Ас қорыту жүйесінде асқазанда гастрит жара болатын болса, соған байланысты протон помпасының ингибиторлер, яғни амепразол, лансопразол қолданылады. Егер бауырда әртүрлі аурулар болатын болса, оған бауырды қорғайтын гепатопротекторлар. Егер ұйқы безінен аурулар болатын болса, ұйқы безінің ферменттері қолданылады. Одан кейін бәріміз жиі қабылдайтын өт айдағыш препараттар. Бұл өт айдағыш дәрілерді ешқандай тексерістен өтпей тұрып қабылдауға болмайды. Себебі өт қабында тастар болатын болса, бұл өт айдағыш дәрілер тастарды орнынан қозғалтып жіберіп, өт шығару жолдарының тісіктеріне тастар тұрып қалады. Ал ол өз кезегінде әртүрлі асқынуларға береді. Сол үшін бет алды қолдана бермейміз. Ол өт айдайтын препараттарға холеретиктер және холекинетиктер жатады. Холеретиктер дегеніміз ол өт қабының тонусын азайтады және оның жиырылу ырғағын сезетін өт жүргізетін дәрілер. Оларға холосас, холестил, фламин, холензим жатады. Ал холекинетиктер дегеніміз ол өт қабының жиырылуын және әртүрлі сфинктердің босаңсуын тудыратын препараттар. Оларға холецистокинин, циквалон, ксилит, танафлон препараттар жатады. Одан кейін әртүрлі препараттар, фитопрепараттар, бұл шөптерден жасалған шайлар. Ол жалбыз тұрындысы, жүгері шашағын қайнатпасы, шайқурай, итмұрын, жылан-таран, қастабан, шай шөп туындылары және олардың қайнатпалары сияқты әртүрлі шөптен жасалған өт айдайтын препараттар. Одан кейін өт айдауға арналған әртүрлі минералды суларды да қолдануға болады. Олар Смирновская, Ессентуки сияқты сулар. Оларды 200 мл күніне 3 рет қабылдау қажет. Тағы да ескертіп айтамын, әртүрлі өт айдайтын препараттарды, минералды суларды, егер тюбаж жасайтын болсаңыз, тюбажды өт шығару жолдарын дұрыс тексермей тұрып, үзеге түсірмей тұрып, қабылдауға қолдануға болмайды. Себебі өт қабындағы тастар болуы мүмкін. Ол тастар осы препараттардың әсерінен жылжып кетуі мүмкін. Ол жылжып кеткенде өт шығару жолдарының әртүрлі түтіктерінде тұрып қалады. 12 келешекке келетін жердегі сфинктерде тұрып қалып, әртүрлі асқынуларға алып келуі мүмкін.